Саламатсыздар ма балалар? Информатика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Балалар, келе ойланайық. Робот дегенді қалай түсінесің? Роботтар адамдар үшін не үшін пайдалы? Бүгінгі үйренетініміз сабақтан балалар, робот анықтамасы және түрлері. Роботтарды қолдану салалары. Робот дегеніміз не? Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын, автоматтандырылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы. Робот сөзін чех жазушысы Карл Чапек ойлап тапқан. Роботтың қолдану салалары өте көп. Олардың біреуі өнеркәсіптік роботтар. Өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмыстың өнімділігін арттыру үшін пайдаланады. Сонымен қатар роботтар қауіпті өнеркәсіп орындарында, адам қатысуы қиын жерлерде, жоғары немесе төмен температура жағдайларында да жұмыс жасай береді. Көліктік роботтар. Көліктік роботтар ғарышқа ұшатын роботтар. Адамның қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру қызметтерін автоматты түрде орындайды. Сонымен қатар балалар тұрмыстық роботтар, медициналық роботтар, білім беру роботтары да бар. Тұрмыстық роботтар үй шаруашылығына көмектеседі. Тамақ пісіретін роботтар бар, ыдыс жуатын роботтар бар, тағысын тағы. Медициналық қызметкерлер мен хирургте емдеу шараларын көмектесу үшін қолданылады. Адам қолы бармайтын адамның ішкі ағзаларына өзінің жұқа қолдарымен роботтар ота жасайды. Және де адам денсаулығына диагностика жасайтын медициналық аппараттар да бар. Білім беру роботтары. Қазіргі таңда осы білім беру роботтарына көптеген инвестиция, көптеген ғалымдар осымен жұмыс жасап жатыр. Болашақта мұғалімнің орнын басады деген әңгімелер бар. Енді оны уақыт көрсете жатар, бірақ қарқынды даму үстінде. Балалар, дәптерге орындайық, тапсырмасын орындаймыз. Роботтың түрлері. Сен қандай тағы да роботтың түрлерін білесің? Соларға мысал келтір. Үй жұмысы 16 параграф 74 бет үйге орындайық тапсырмасын орындаймыз. Қош, сау болыңыздар.